Жәңгір хан 1628-1652 жылдар аралығында билік етті. Жәңгір ханның батылдығы мен әскери дарыны үшін халық оны Салқам Жәңгір деп атаған. Салқам деген сөз айбарлы, қаһарлы деген мағынаны білдіреді. Ол қазақ хандығын аумағын қорғап, халықтың бірлігін нығайтуға зор үлес қосты. Жәңгір хан: жоңғарлар бізге шабуыл жасайын деп отыр. Қазақтар ешқашан берілмейді. Біз соғысамыз. Тез құрылтай жина. Бірақ біздің әскер саны 600 ғана. Менің айтқанымды орында. Құп болады. Салқам Жәңгір хан құрылтайы. Сіздерді не үшін шақырғанды білесіздер? Жалантөз Баһадүр, Қарасай батыр, Ағынтай батыр, Көксерек батыр, қарттар. Жоңғардың жиі шапқыншылығын тоқтату керек. Ол үшін соғыс бастау қажет. Қазақ деген еркін болу керек. Жоспар туралы айта кетсек, жоңғарлар саны басым болғанымен, олар біздің әскер санын білмейді. Сондықтан оларға күтпеген шабуыл жасаймыз. Жалған артқа шегінуді қолданамыз. Сонымен қатар Орбұлақ шатқалын өзімізге тиімді пайдаланамыз. Сіздердің әскер саны аз болса да, соғыс сіздерге тиімді жерде өтеді. Алайда мен сіздерге толық жеңіс үшін 20 мың әскерді жібере аламын. Сізге алғысымызды білдіреміз. Әскеріңіз бұл соғысқа артық болмайды. Орбұлақ шатқалы. Менің жоспарым бойынша соғысамыз. Бірінші бөлікпен жоңғарларға аттан. Қазақтар, олар шынымен де жеңеді деп ойлай ма? Жоңғарлар, артқа шегінеміз. Аналар қайда қашып кетті? Олардың артынан аттанамыз. Қырқыр жер, ештеңе көрінбейді. Бұл немене шу? Жер жастандық. Атқылауды бастаңдар. Жалантөз әскері келгенше оларды ұстап тұрамыз. Жалантөз Баһадүр. Алға! Көмегіңіз үшін рахмет. Мылтық деген шынымен күшті зат екен. Сенің де уақытың келді, жоңғар. Енді қазақ жеріне келуші болмаңдар. Жоңғарлар кетті, бейбітшілік орнады. Шаттандық орнады. Рух көтерілді. Тұтастық сақталды.